Сәлем, қолғанаттың түсірілімінің басталғанына 1 жылдай уақыт болып қалыпты. Сол себепті мен қолғанаттың басты рөлінде ойнаған актерларды шақырып, олардан кішігірім интервью алуды шештім. Ендеше өздерін таныстырып өтсеңдер. Менің есімім Сабина. Мен қолғанат киносында Айша есімді кейіпкерді сомдадым. Всем салам алейкум. Мен атым Бекнұр. Мен қолғанатта қолғанаттың рөлін сомдадым. Енді кезекті сұрақтарға келетін болсақ, ең бірінші сұрақ бұл қолғанаттың түсірілімін сағындыңыздар ма? Иә, өте қатты сағындым. Ондағы атмосфера вообще бөлек болды. Потому что біз таңнан кешке дейін жүретінбіз. Камераның сыртындағы камерадан тыс қызықтар болды. Бәрі прям естелегенде уже келмейді ғой, қайтып келмейді. Но все равно ыстық болып қалды. Әрине сағынасың ғой, себебі ол моменттер естен кетпейді, себебі біздер целый день таңертең 6-та барамыз, содан кешкі 8-9-ға шейін, кейбір кезде 10-ға шейін жүреміз. Андағы естеліктер естен кетпейді. Сөзбен айтып жеткізе алмайсың ғой. Иә. Өздеріңізге өздеріңіз ойнаған кейіпкерлеріңіз ұнады ма? Иә. Мен алғашқы главный роль болғандықтан, енді ыстық все равно мен үшін ерекше бір қалай айтады? Жоқ, сезім емес. Орны бар, прям мен үшін жүрегімнен орын алған рөлімнің бірі. Енді ұнайды ғой енді ең главный басты роль. Ендігі кезекте премьераға көшетін болсақ, киноның анонсы негізі өте үлкен жерде өтті. Ендігі кезекте сол премьерада көрерменнің эмоцияларын көріп, реакцияларын көріп, қандай сезімде болдыңыздар? Ең алғашқы көрген кезде? Ең алғашқы рет көрген кезде мен өзім жылаған жастары өзім бірге жылап қалдым. Почему-то негізі мен жыламаймын деп бардым. Прям жылап қалдым. Еще прям болғаннан кейін барлығы бірге қол соққанда вообще бөлек сезім болды, потому что біз мынандай да ғой, неге қошеметке ие боламыз деп вообще ойламадым. Мен мынандай зал толы кісі келеді деп ойлаған жоқпын. Қолғанаттың екі сеансқа келген көрерменнің қара. Не болды ғой, екі рет даже дейтін аншлаг болады ғой. Кіре алмағандар да болды. Бұндайды негізі ешкім күтпеді. Ал ендігі осыншама адамның көргені, білгені сіздердің танылуларыңызға әлеуметтік желілерде әсер етті ме? Мүмкін өзіңіздің жеке өмірлеріңізде адамдар танып бастады ма? Прям бәрі емес, редко болады ондай жағдай. Именно мектеп қабырғасында бастауыш оқушылар көбінесе сөйтіп айтады. Сен қолғанатқа түскен кім емессің ба? Актер дейді ғой, актриса демейді. Сен қолғанатқа түскен актер емессің ба деп. Каждый адам бит тоқтата алады да, актер емессің ба деп. Ана не істеп жатқанын тоқтамайды, тоқтата алады да, баса береді ғой. Бірақ күшті болып қалады, но ішінде де біртүрлі. Әлі сен алмайсың. Мен дейтін тиктокқа видео салып жүремін, түнде жатамын да осылай. Мен сосын таңертең түсем, комментариясы толып жатыр, қолғанат. Мәкім, еще нормальный просмотр жинап тастаған ғой. Тиктогым қолғанаттың арқасында көтеріп қалды. Инстаграмда жақсы дамыды. Барлық адам жазады, дайректте, тиктокта. Даже көрген кісілер бар ғой. Мысалы, кетіп батырамын ғой, далада кішкене төмен қарай түсірші. Даже далада кетіп батырған кезде остановкаде барлық қолғанат. Мандай тұрам ғой енді мен өзім. Бақырттай балдар тұрады. Анау қолғанат емес пе, қолғанат. Андай біртүрлі болып қаласың. Еще даже фотоға түскендер болды. Шүкір Алла. Оралдың кішігірім жұлдызы болды. Получается. Комментариясын ашын, қолғанат, көтен жартысы. Кішкентай қыздарда, үлкен адамдарды барлығы жазып жатыр. Так, ендігі кезекте мүмкін рөлдерің мен ұқсастықтарын оны шығару кезінде қиыншылықтар болса, қандай да бір? Иә, бізде қиыншылық болды. Өйткені біз басында Бекнұр екеуміз араласпайтынбыз вообще. Потому что мен орнында вообще басқа қыз болды. Бізде аға мен қарындас махаббатын беру өте қатты қиын болды. Может, репетицияда прям камера қосылғанда вообще қиынырақ болды. Бізде құшақтасатын сахна болды. Ол кезде вообще прям қайта түсірілді ол сахналар дейтін. Иә, аяқ асты қойылған болды. Қиын болды, өте қатты қиын болды. Себебі мен оған шейін камераның алдында сөйлеп көрмеген баламын ғой.
андай камера қосылады, мен текстін ұмытып қаламын өзім. Ең бірінші сахна бізде таңғы 7-де түсірген сахна болды, ана әкесі мен несінің сахнасы, баласының еще қызы бар. Мен анда жылау керек болды, еще петличка тақып алам, ондай көп дейтін. Всегда петличкамен жүремін, андай ағайлар ұрысады, қатты қозғала бермеші, андай дауысы уже пышырлап жатыр дейді, киімге тиіп жатыр дейді. Сондықтан қиын болды, өте қатты қиын болды. Рөлді шығару да қиын болды, бірақ шүкір Алла шығардық қой. Андай сонда кейіпкерлеріңізбен аса бір ұқсастық болмады, шығару қиын болса егер? Болды. Міне жағын, иә? Бізде еще не болды, ең алғаш сахна 7-де басталды, біздің көзіміз ісіп бардық. Оған мұз таба алмай, көзіміздің ісігін басатын, қайта мұзбен, салқын сумен шайып, прям көзі ісік болып тұрады бізде жағы. Либо үйге кеш барамыз, сосын либо енді үйге кеш барғанда үйде де тірлік бар ғой, соны жасайсың, одан кейін көзіміз ісіп барады. Алғаш сахнаға барған кезде көзіміз ісіп, сөйтіп барамыз, мұз таба алмай оған. Үйде. Міне жағынан ұқсастықтар? Міне жағынан дегенде қатты ұқсастық болған жоқ, себебі мен оған шейін ондай өмірде, ондай неде, қалай, андай жағдай жоқ, мамасы жоқ, авариядан қайтыс болған, дұрыс жағдай да жоқ, әлеуметтік жағынан да түгел андай. Бір түрлі, білмеймін, андай, қиын болды, шығару? Иә, қиын болды. Шығару қиын болды. Ал актерлармен қолғанат біткеннен кейін сіздер кәдімгідей бір-бірлеріңізбен жақын арақатын ұстап бастадыңыздар, сол сонда, яғни осы қолғанаттың арқасында ма, әлде мүмкін осы қолғанаттың арқасында. Қалай қолғанат басталды, уже автоматически бәріміз бір жерде боламыз, бір даже тақында не қосқалысын бәріміз бірге кіріп кететін болдық. Қас тіпті дейтін, қазірдің уақытында даже сол не қалыптасып кеткен ғой, аға мен қарындас сияқты болып қалды уже. Сәлем. Сәлем. Саған қояр бір сұрағым бар. Айшаның рөлінен басқа қандай рөл сомдар едің? Егер маған мүмкіндік болса, мен Сайдан рөлін сомдар едім. Өйткені ол ассистент қыздың рөлін ойнады ғой. Ал менің образым более нежный қыз. Ал оныкі еркін. Мен егер мүмкіндік болса, солының рөлін ойнап көрер едім. Керемет. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Күшті. Сенің қолғанатта сомдаған рөлің өз жақындарына қамқор, көмектесетін адам. Ал таңдауда керісінше саған қай рөл өзіңе қаттырақ ұнайды, қайсысы өзіңе жағымдырақ? Екі рөлде өзіме қатыстық болды, себебі ол екі рөлдің арқасында көптеген естеліктер жинадым өзіме. Өзім актерскийімді дамыттым. Қолғанатта мен жағымды рөлде ойнасам, ал таңдауда жағымсыз рөлде ойнасам.